Сіз баяғыда айтып едіңіз, үшінші президент, бұдан кейінгі болатын президент әйел адам болады деген. Сол пікіріңізде қалдыңыз ба, өзгерген жоқ па ештеңе? Негізі, егер мына ер азаматтарға қазір берді ғой бұлар, осыны дұрыстап алып кете алмаса, әрине әйел адамға береді. Өйткені біздің қазақта бір неміз кішкене қой тектеспіз ғой, ренжімесеңіз. Бізді көп жерде қойға теңейді, байқайсыз, момынбыз. Қойды өзіңіз білесіз, ешкі бастаса жақсы жүреді ғой. Алдағы уақытта сол сіздер ер азаматтарға 2027-нің аяғына дейін ғана сіздерге бір бар уақыттары. Одан кейін 100% әйел адам алып шығады. Қазақты тек қана әйел адам алып шығады. Бірақ та мен негізі қарап отырсам, өмірде ренжімеңіздер, енді ер азаматтарды мен өте құрметтейтін адаммын негізі. Бірақ өкінішке орай, өздеріңізді байқап жүрген шығарсыздар, қазір бүкіл жанұяны әйел адамдар бағып жатыр ғой, қарап отырсаңыз. Ер азаматтардың күннен күнге жігері кетіп жатыр. Ол неге, мысалы, ол сіздер деген жігері дегенде біздің қазақтың қыздары сонда батыр болып тұр. Бірақ мен өзім көп ел жер аралайтын әйел адам ретінде айтарым, ешбір ұлтта біздің қазақтың әйелдеріндей қиындық көрген әйелдер көрмедім. Қанша мұсылман елдерде болсын, тіпті өзге ұлттарда әйелді жоғары қатты санайды ғой. Бізде керісінше базарда да әйел, ауыр жұмыста да әйел, әлеуметті қашып пісіп аз ақша төлейді, 4-5 баласын әйел адам өзі бағады. Сонда қазақтың қыздары мықты. Ендігі мына соңғы Алланың мүмкіншілігі бізге беріп жатқан. Осы мүмкіншілікте тағы да ер азаматтар алып шыға алмасаңыздар, ренжімеңіздер, 100% әйел адамдар алып шығады. Тек қана бір ғана сол қазақты өлтірмейді сол кезде. Енді мен оны сіздер жаңағы, бірақ қазақта тағы бір мақал бар ғой, көш оңбайды деп айтады ғой негізі, әйел бастаған. Бірақ өкінішке орай біздің мінезіміз қойға көп жерде теңейді. Қойды, бірақ өзіңіз 100% айта аламын, мен ешкі бастамаса қой қозғалмайды орнынан. Мен вообще ұят емес па, жаңалықтан бітпеген, ол ешқандай дәлелденбеген нәрсені көзіңнен шаш шыққан жоқ дейді. Неге сондай адамдар, қаншерін адамдар, Құдай мені кешірсін. Құдай, мен бұндай өмірде сүремін деп ойламадым. Масқара екен адамдар, масқара екен. Көзінен бір мен бәшір маған көмектесін, білмеймін ештеңе. Қайда баруым керек, достар, айтыңызшы, мен не істеуім керек, маған көмектесіңдерші. Неужели сондай ешкімге керексізмін мен? Сондай адам болған үшін ешкімге керексіз болып қалдым ба не? Неге олай істейсіңдер сендер? Бұл әйелдерден неге қорқасыңдар? Олар деген дұрыс адамдар емес, достар. Қазақтың өмірінде балта жабатын әйелдер